Лекцияның тақырыбы антикалық психология. Лекцияның мақсаты студенттерді ежелгі грек жұртының ғұламалары Гераклит, Демокрит, Платон, ежелгі Римнің көрнекті ойшылдары Лукреций, Гален, грек ойшылы Сократ, тағы басқа жан туралы ой пікірлермен таныстыру. Лекцияның мәтіні: сонау ерте замандардан бері адамдардың әлеуметтік өмірі олардың күнделікті сан алуан іс-әрекеттерінен, бір-бірімен қарым-қатынасынан, олардың жан дүниесінің сырын, мінез-құлық сипаттарын өзара белгілі болған. Осындай ұғым түсініктерде адамның жаны, тәні бірге болды деп саналған. Өндірістік пен кәсіптің, өнер мен мәдениеттің, салт-сананың дамуымен қатар әр алуан әдет-ғұрыптар да қалыптасып отырады. Адамдар өздері тіршілік ететін орта мен айналадағы әрқилы заттарда, құбылыстарда өзіндік жан болады деп ұғынған. Мұндай ұғым анимизм, латынша анима, жан деген сөзден шыққан деп аталады. Ежелгі грек жұртының ғұламалары Гераклит, Демокрит, ол сол табиғат заңына ыңғайланбауда деген пікірді қолданады. Демокрит психиканы оттың атомдарындай қозғалмалы қасиет деп санады. Сонымен жан туралы ілім психологияны адам тәнінің қызметі деген бірыңғай материалистік түсінікті тудырды. Сол заманның ғұлама ойшылы Платон жан мәңгілік нәрсе, ол өлмейді, өшпейді деп қорытынды жасады. Ол бұл пікірмен өз заманында үстемдік құрған билеуші топтың мүддесін қорғап, психиканы түсіндіруде идеалистік бағытты жақтады. Оның көзқарасы психологиядағы материалдық пен рухани дүниеге екеуі бірдей қатар өмір сүреді деген дуалистік көзқарастың негізін салды. Ол психиканы түсіндіруде идеалистік бағытты жақтады. Ежелгі дүние тарихында айрықша орын алатын энциклопедист ғалым Аристотель психологиялық ой пікірді табиғи негізде сүйеніп, биология мен медицина саласына бағыттады. Ол психика туралы ілімді одан әрі зерттеп, жан туралы деген еңбек жазды. Аристотель бұл шығармасында жан дүниесінің әрекетін шындық әдіс арқылы зерттеп, оны тәжірибеге негіздеп құруды мақсат етті. Психология Аристотель заманында ақ дербес сипаттағы ғылым саласына айналдырды. Ол психиканы тәнмен бірге өмір сүретінін айта келіп, психикалық әрекеттердің басым көпшілігін материалистік тұрғыдан шешті. Платонның психика жайындағы дуалистік көзқарасын объективтік шындыққа, материалистік бағытқа қарай бұрды. Сонымен Гераклит пен Демокриттің Платон мен Аристотельдің жан жайындағы көзқарасты психологиялық ілімнің келешектегі дамуы ғылыми негіз болып саналады. Жан жүйесі жайындағы ертегіде ілім көптеген ойшылдар мен ғұламалардың шығармаларын өзіндік орын тапты. Ежелгі Римнің көрнекті ойшылдары Лукреций, Гален психологияның жан дүниесінің сырымен байланысты табиғи негіздерін іздестірді. Ал грек ойшылы Сократ өзіңді өзің тани біл деген ұлағатты пікірін адамның жан дүниесімен сырымен ұштастырды. Сондай-ақ адамның жаны тәніне тән деп санап, ал ақыл ойы арқылы реттеліп отырады деді. Ежелгі дүние ғұламаларының жан дүниесі жайындағы ой пікірлерінің философиялық және әлеуметтік негіздері сол заманның экономикалық саяси құрылысына орай түрлі идеялық бағытта болуы таңданарлық жайт емес. Философия шеңберінде психологиялық білімнің дамуы. Эббингаусудың сөздері бойынша психологияның ұзақ жылдар бойы жалғасқан өткен шағы бар, бірақ ол қысқаша тарихқа ие. Осы екі кезеңнің бөлінуі арнайы негіздемені қажет етпейді. Өйткені оның критерийлері түсінікті ақ. Олардың әрқайсысы 100 жылдап созылуы да ыңғайласқан кезеңде бөлінуі қажет. Оны формальды белгілер бойынша жүргізуге болады. Хронологиялық әлемдік және отандық психология кезеңдерінде де айырмашылығын анықтауға болады. Психология антика дәуірінде философия шеңберінде дами бастады. Университеттің алғашқы үлгісі ретінде Сократтың диалогтары бар. Сократ Афина қаласының орталығындағы мрамор алаңына келгенде барлық жас қалалықтар дәрілік жиналатын.
Әңгімесінің диалог түрінде жүргізіп, ол жастар құлдық саясатына қарсы бағыттап азаматтық белсенділікке шақыратын. Сол үшін ол сотталып қала жаздады. Сократты психологиялық әрекет ету әдісі арқылы өзге адамдарға әсер ете алған алғашқы психолог практик ретінде есептеуімізге болады. Платон әлемдік жан дүние, космостың жан дүниені материалдық емес субстанция ретінде қарастырған. Оның айтуынша жан дүние космостан көп энергия алады. Адам мінез құлық түсіндіруінде ұсынған алғашқы теориялар мен қатынасының факторларының қарастырған. Мысалға, денедегі және ол дүние салғанда одан кететін көлеңке немесе құдайлар. Басқа да грек философтары, әсіресе Аристотель, денемен етіне болатын және ой мен сезімді қадағалап жүретін, сонымен қатар өмір сүру ағымында жиналатын тәжірибеге сүйенетін жанның бар деген идеясын ұсынған. Жат психологияның пәні деген ойды 18 ғасыр басталуына дейін негізгі ойлардың қазіргі заманғы типіндегі психологияның алғашқы жүйесі қалыптасуына дейін барлық зерттеушілер мойындаған болатын. Адам денесіндегі барлық процестердің, тіпті жан дүниесінің қозғалысы себептер ретінде жан деп есептелінген. Жан туралы олар идеалистік және материалистік тұрғыда болды. Орта ғасырда, ерте ғасырда жанға қатысты айтылған ойларды толықтырды. Аристотельдің жан туралы көзқарастары дін маңыздылықта көрінеді. Оларды тұжырымдамаған Фома Аквинский болды. Орта ғасырдың аяғында жаңа бағыттар туындады. Жан деп аталатын психикалық құбылыс психологияның пәні бола бастады. Адам жан денесімен кетуі мүмкін. 17 ғасырда жанды сана ретінде қарастыру бағыт қалыптасты. Сана ассоцианизм зерттеуінің пәніне айналды. Ол сананың жекеленген жақтарын зерттей бастады. Ұқсастық жағынан, контраст жағынан ассоциация заңдары бар. 18 ғасырдан бастап жанның орнын сана құбылысы баса бастады. Яғни ол бақылай алады, өзінен табады, өзінің ішкі жан дүниесінен осы сана құбылысы арқылы тауып отырады. Ол жеке тәжірибеміз бойынша әрқайсысымызға белгілі еске алу, сезім, тілек, ойлар. Мұндай түсініктің негізін салушы деп Джон Локты айтуға болады. 18 ғасырдың басында ең әуелі танымдық салада, сонан соң сезім мен ерік саласында барлық жан дүниенің өмірі түрлі әрекеттермен күрделі үйлесімділігі мен үлгілерінің қалыптасуы мен алмасу процесі деп қарастырды. Қазақтардың да философтары Төлеген Тәжібаев, көп жылдар қазақ ағартушы Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Ыбырай Алтынсарин психологиялық және педагогикалық көзқарастарын зерттеуге арналған бірнеше монографиялық еңбектер жазды. Ол 1962 жылы тұңғыш рет Қазақстанда педагогика тарихынан докторлық диссертация қорғады. Академик Тәжібаевтан кейін бұл бағытта ғылыми зерттеу жұмысын ілгері дамытқан, Қазақстанда психологиялық және педагогикалық ой-пікірдің қалыптасуы мен даму тарихын зерделеген, Қазақстанда төңкеріске дейін педагогикалық ой-пікірдің қалыптасуы және дамуы, Қазақстанда психологиялық ой-пікірдің қалыптасуы мен дамуы және тағы басқа бірнеше монографиялық еңбектердің авторы, көрнекті психолог, ғалым, педагогика және психология ғылымдарының докторы, профессор Жарықбаевтың алатын орны ерекше. Ол қазақ психологиясының тарихын зерттелуде сонан орта ғасырлық ғұлама ойшылдар Әбу-Насыр әл-Фарабиден, Жүсіп Баласағұннан, Махмуд Қашқари, Ахмет Жүгінеки, Ахмет Яссауи, Мұхаммед Дулати, Қадырғали Жалайри еңбектерінен бастау алады. Жарықбаев 20 ғасырдың бас кезінде қазақ ағартушылары Шоқанның, Абайдың, Ыбырайдың, Шәкәрім Құдайбергеновтың, мәшһүр Жүсіп Көпеевтің, Ғұмар Қараштың, Әлихан Бөкейхановтың, Ахмет Байтұрсыновтың,
жүсіпбек алмауытовтың, мағжан жұмабаевтың психологиялық көзқарастарына жан-жақты талдау жасады.